Ал құрметті аялыда құрметті группаластарым, жолдастарым, достарым, бүгін қош келіпсіздер. Көргеніме өте қуаныштымын. Енді мен 20 жыл бұрын 20 жыл көрмеген Айдарды көрмеппін, Ғалымжанды көрмеппін 20 жыл. Сосын Балтырғанмен Розаны көрдім. Кеше жолдасым айтады, көп группаластарымды көрмеппін, көруге барам деп. Соған енді біріншіден Бекзатқа рахмет, көп-көп. Бір Бекзат өзінің қонағына шақырып қандай. Мен сұрақ қойып ғой, қайда болады, қай деген ешеде келеді деп. Саған көп-көп рахмет. Енді анау жақтан кім Ғалымжан келіп отыр екен. Ат беріледі. Астанадан 2 қыз келіп отыр екен. Көргенде өте қуаныштымын. Танысқанымда өте қуаныштымын сіздермен. Енді мен өзіме келетін болсам, мен оқу бітіргеннен кейін әділет департаментіне жұмысқа тұрдым. Содан бері осы күнге дейін әлі сонда істеймін. 20 жыл болды стажым. Соның ішінде ортасында декретке кіріп шығып, тұрмысқа шықтым. Содан келесі жылы содан 4 кішкентайым бар. Енді мен өзім өмірден түйгенім, негізі не екен? Өмір негізі орта жасқа келгенде өте ыстық болады екен. Ыстық бола бастайды екен. Неге десеңіздер, жаңа оқу бітіріп, жарайды, жастық шақ, одан кейін тұрмысқа шығасың. Бұл тұрмысқа шыққанда бір не басталады? Ажырақ деуші ме? Әйел адам, әсіресе қыздарға. Өйткені сол бала туады, қайын жұрт, анау-мынау бір. Мен өз басым жылда бала тудым, соны жаңағындай. Шын менде сол многодетный мать деп әйтеуір бытқырап сол көрмейде шашым деп деп. Сен күйеуім айтатын не көрген. Мында басыңды жуышқа деп 10 минут алады деп ше, 10 минут уақытымды алады шашымды жуыш деп ше. Соның сол кезде қиялданып, не деп отыратынды Құдай қазір тәуба деймін ше. Солар өсті, тәуба, енді кеп уже жаңа балалар өсіргеннен кейін жан-жаққа кеткеннен жан-жаққа қарайсың да ойлайсың. Уже жан-жақ іздей бастайсың. Айтпақшы жолдастарым бар екен ғой. Достарым бар екен ғой, группаластарым бар. Туғандарымды іздей бастадым. Уже тойдан іштеген өмір деген осы екен ғой деп шын өз басымда айтады. Уже балалар ержетіп жан-жағын уже өзіңмен қыздай болып жүреді қасында, бірақ өз-өзіңе сол кезде қарай бастайсың, сол кезде өмір не болады екен, тәтті болады екен. Енді не тілеймін? Біріншіден отанымыз аман болсын, әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Қастарыңыздағы жан-жарларыңыз аман болсын, туысқандарымыз аман болсын, әке-шешеміз аман болсын. Осылай кездесіп, көрісіп тұрайық. Бір қалада қарағандыда тұрып, мен ара-тұра Бекзатты көріп тұрам, жанымдағы амалбекші болып жүр деп. Ара-тұра қыздарды да көріп тұрам. Кім? Гүсея деймін. Гүсея ғой, ол не тілердің неше түрлі қалада өмір сүріп жүрген. Сол ара-тұра келеді да, біздің басымызды қосып кетеді. Айнұр, Динаралар, мен сол кездегі Назымгүл, соларды көріп тұрамыз. Қалғандарыңызды көргенмен өте қуаныштымын. Сол көтілеп, тойдан, мен оқиға жолды не болды. Ондай не кезінде, студент кезінде болмақты екен. Есімде қалады дәл. Наверное. Мен үшін бар ғой, өмірім сол студент кезінде қатты қыдырмаппын, бірақ студентке тұрмысқа шықтым ғой. Содан кейін басталды ғой, ішікте көрдім, бәрі көрдім. Күйеуім жасап көрген ғой деп сол кезде. Свободаға жіберген ғой деп. Күйеуім бар әйелдің қасында жүрмін просто. Содан кейін айтып. Если мен күйеуім болмағанда, екеуміз көретін барлықтарыңызға амандық тілейміз, көргенде аман болайық. Енді бір сезон болады ғой, бір бала туғанда шілдеханаға шақырады. Одан кейін балалар өскен біраз бір не болатын пауза. Содан кейін уже балаларының тойларына шақыра бастайды. Сол кезде балаларымыздың тойларына шақырайық. Біздің группаластарымыз деп жиналып жатады ғой тойларда.
Иә. Алла қаласа оның да несі алыс емес, жақын деп ойлаймын. Көрінген таудың алыстығы жоқ деп. Сондықтан енді балаларымыз тұрмысқа шығып, үйленіп жатса, шақыруды не дейік? Мектепке шақыруды, иә. Сол Biz niye şakırmağız? Yemin et köpcüğümü. Şimdi var ya şu oyunda bu baganda. Şimdi sen bu. Самый скромный кыздар еді. Saya mau ikut karena si Barbara ada bersama belum banyak sujudnya gitu. Ini kacau. Saya bisa lagi cukup seperti itu saya lebih banyak satu sih. Bini çok banyak satu sih. Tahu orang kasih push banget itu semua gimana? Unut kayak. So, bahasa kan salah just bahasa.